Сіздің қызметіңізге не кіреді? Сіз пойыз басшысы немен айналысады өзі? Пойыз басшысы дегенде бізде примерно бір күндік жұмыс деп ойлайық та. Ага. Рейстің алдында біз жолсеріктерге хабарласып, алдын ала білеміз бірінші рейске шықпайтын алдында кім рейске шығады, кім больничныйда дегенде ғой. Алдын ала бәрі реттеп, нарядный столға біз список береміз. Сосын бағана сұлу айтқандай, планерка болады бізде, қайтып нарколог өтеміз, бүкіл алкотест, давлениямызды өлшейді. Уже ары қарай жұмыстарымыз көп бізде, қағаз жүзінде уже жол бойы полный МТП-ларымыз қараймыз, рейсовый журнал толтырамыз, натурный лист, целевой, неплановый, документация көп негізі. Соның бәрін жолсеріктерге түсіндіріп, үйретіп, уже нұрлы жолдан уже Алматыға жолға жүретін кезде уже жолаушылардың уже қауіпсіздігіне уже қараймыз ғой жолда. Не болып жатыр, біреу может ауырып келе жатады, біреу может семейный проблема болып жатады, оған әркім төзе білу керек та. Көп адам бәрі біле бермейді негізі.